Ассаламу алейкум, кадырменди агайын. Мунайлы ауданынын орталык Меграж мешитинин касында осундай 100 адамдык медресе салынып атыр экен. Осундай жакшылыктарыбыздын тек гана халктын акчасына салган экен. Мен өз басым менен мындай үлкөн кыймаратты карап, осундай халктын акчасына салынганын көрүп, әйтеуір Кудайга шүкүр, айналамызда жакшы адамдардын таусылбаганына кубанып отурбуз. Үлкөн кыймарат, ичине кирип чыктым, бассейни бар экен, садак атуу деген сыяктуу футбольный залы бар, барлыгы. Елімізге болашақта дініне берік, сөзіне берік, мықты жастарды тәрбиелеп шығатын үлкен ғимарат салынып жатыр халықтың ақшасына. Осындай жақсылықтарымыздың арқасында еліміздің бүтіндігі, еліміздің болашағының жарқын болуы, осы Алланың қалауымен бұрынғы ата бабамыздың дұға тілектерімен және қазіргі осындай жақсы жүрегі, жақсы жандардың жақсылығынан болады деп ойлаймын. Алла береке берсін барша ағайындарға. Әлде сәл жетпей тұр екен. Барлығы бітіп тұр, енді ішкі сыртқы кішкене шаруалар қалған екен. Соған барлығымыз ел болып атсалысатын болсақ, біздің Алла нәсіп етсе медресеміз аяғына жетіп қалайын деп тұр ағайын. Сол себепті қолыңыздан келгенше өзіңіздің қияметіңіз үшін, өзіңіздің болашағыңыздың жарқын болуы үшін және еліміздің болашағыңыз үшін кішкене болса да күнде чипсы колға кетіп жатқан қаражатымызды жүрегімізден бөліп берсек, үлкен жақсылыққа ие болайын деп тұрмыз, қадірменді ағайын. Мен де сол жақсылықтан үміт етіп келіп отырмын. Қолымда бар инстаграмымды жақсылыққа қарай кішкене болса да пайдаланып қалайын деп, сол себепті ағайын, баршамыз бір ауыздан жақсылық жасауға асығайық.